мұхаммед деген сөз тоқтаусыз, тынымсыз, әрдайым мақталатын, сондай-ақ мақтауға тұратын сипаттары, қасиеттері және істері өте көп, артықшылықтарға ие, дәрежесі биік деген мағына білдіреді. Барлық пайғамбарлар мақталады, бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тоқтаусыз мақтала береді. Барлық пайғамбардың мақтауға лайық сипаттары, қасиеттері және амалдары бар, бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мақтаулы сипаттары мен қасиеттері, амалдары мен істері олардың бәрінен көп. Барлық пайғамбарлардың дәрежелері биік, белгілі артықшылықтары ие, өз үмбеттерінде үлгілі, өнегелі, кәміл адам болған. Бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз бойында барлық артықшылықты қамтыған және қиямет күніне дейін бүкіл адамзатқа күшбәз көркем өнеге болып қалады. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әлбетте менің және менен бұрынғы пайғамбарлардың мысалы құдды бір үйді әдемі салып, бір бұрышында бір қыштың орнын қалдырып кеткен адамға ұқсайды. Адамдар оны айналып көреді де таңғалады, және мына бір қышты орнына қойылған да еді дейді. Мен сол қышпын, мен пайғамбарлардың соңғысымын деген Бұхари, Мүслім, Тирмизи. Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тағы бір есімі Ахмад. Ол Алла тағала көп мақтау айтушы деген мағынаны білдіреді. Барлық пайғамбарлар Алла тағалаға мақтау айтқан, бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, олардан көбірек айтқан. Мұхаммед хақ елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ең ұлық әрі әйгілі есімі. Мұсылман болу үшін Мұхаммад Расулуллах деп айту керек, бірақ Ахмад Расулуллах деп айту жеткіліксіз. Мұхаммад ибн Юсуф Шами Алла тағала екі дүниеде де Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбарға жақын болуды нәсіп еткей.